Атадан мирас қалған жерге мемлекеттің негізі ретінде қарау, халықтың еркін дамуына жол ашу және қоғамды әділ басқару саяси жүйесін қалыптастыру мемлекет тізгінін ұстаған әрбір мемлекеттік қызметкерге отан алдындағы борыш болып саналады. Мемлекет шеңберінде шешім қабылдап, саясатты жүзеге асырушы жергілікті билік халық сенімін жоғары бағалауы тиіс. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев, біз жаңа кезеңге қадам бастық. Конституциялық реформа жаңа, әділетті Қазақстан құру жолындағы аса маңызды қадам болды. Еліміздегі саяси жаңғыру енді экономикалық өзгерістерге ұласуға тиіс деп аса көрегендікпен бізге жаңа бағыт нұсқады. Міне жемқорлықпен күнелтіп, билікті жеке дара басына табынуға айналдырған Түркістанда сыбайластыққа бой алдырған ескірген жүйе халық ішіндегі зиялы қауымның сынына ұшырап, бірінші кезекте ақпарат құрал өкілдері, ұстаз болған тәжірибелі ғалымдарымыз, қоғам ішінде әділдікті туы еткен қоғамдық ұйымдар мен билер алқасы және халық қалаулылары тарапынан тегеурінді қарсылық көруде. Бүкіл түркі жұртын бір тұғырға біріктірген киелі мекен өз құдіретін жоймаса да, біртіндеп кафе, ресторан, шарап сатқан 5 жұлдызды қонақ үйлер мен жаппай жалға беруге арналған шенеуніктердің коттедждерінің көлеңкесінде қалып барады. Түркістанның төрт тарапынан мен мұндалап көрініп тұратыны, яссауи кесенесі бүгінгі таңда архитектуралық кейіпті бұзған жеке меншік ғимараттармен бүркемеленіп жабылуда. Ілгеріде қазылған дренаждар қараусыз қалып, кесене ылғал тартып, әр жерден құзданғанның белгілері анық көрініп тұр. Бұл тұрғыда мәжілістің жалпы отырысында депутат Мақсат Толықбай абаттандыру жұмыстарына ғана ден қойған жергілікті әкімдік мамандар кеңесіне құлақ аспай отыр. Жыл сайын реставрацияға қыруар ақша шашқанша ғалымдар кеңесіне жүгініп, зерттеу жұмыстарын жедел қолға алмаса, Ахмет Яссауи кесенесі жер астына кетіп қалуы әбден мүмкін деген. Адамзат өркениетінің көрсеткішіне айналған жібек жолы бойындағы Түркістан қаласында мәдени құндылықтарымыз, тіліміз және салт дәстүрімізге негіз болған қол өнершілер мен халыққа қызмет ететін мәдени, туристік кешендердің жаппай жергілікті билікке жақын азаматшалардың шетел адамдарының атына аударып алуына наразы болған ел ашшы шындықты халық қалаулыларына баяндап берді. Жаңа Қазақстан мен ескі жүйенің арасындағы ыдыраудың Түркістан қаласында орын алуы тектен тек емес. Кесене айналасына жерленген хандар, билер, батырлар, ғалымдар мен ақындар рухы қолдап, ел үшін жасалған ерліктің рухы үстем болып, келешек ұрпаққа өнеге болсын. Өткір Амангелдіұлы.